Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жақсы, отыра қойыңыздар. Бүгінгі біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі анимейкер бағдарламасында анимациялық видеороликтер жасау, сіздердің осы анимейкер бағдарламасында жұмыс істеу дағдыларыңызды қалыптастыру, жасанды интеллект құралдарын пайдалану арқылы анимациялық видео жасау. Сіздердің осы дағдыларыңызды қалыптастыру ретінде сіздерді еңбекқорлыққа, баулуға, құндылықтарыңызды дамыту мақсатында сіздерге практикалық тапсырмалар жасайтын боламыз. Күйтілеп, бүгінгі сабағымызды онда жақсы көңіл күйде бастайық. Енді сіздермен біз алдыңғы сабақта жаңа айттық, Render Forest бағдарламасы платформасында жұмыс істеген болатынбыз, сол тақырыпты қарастырған болатынбыз. Осы өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында сіздерге қайталау тапсырмасын жасаймыз. Сіздерге берілген экранда слайдтар, барлығымыз білеміз, білім теңізінде жүрміз, кемедегі барлығымыз бір бағытта, барлығымыз жақсы сабағымызды, мамандығымыз бітіріп, жақсы маман болу жолындамыз. Сол себептен сіздерге сондай тақырыпта осы бүгінгі бастаймыз. Әр шағаланы көріп отырсақ, шағалалар ұшып тұр. Осы шағалалардың артында сіздерге өткен біздің тақырыптар бойынша сұрақтар жасырылған. Яғни осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздермен өткен тақырыптарды қайталаймыз. Бірінші сұрағымызға көшейік. Жақсы, самғар айта қойыңыз. Render Forest'te жобаны бастау үшін ең алдымен Chrome'нан сол платформаны іздейміз. Одан кейін өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Одан кейін новый проект. Иә, яғни сол арқылы өзіміздің жобамызды құрамыз. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Келесі сұрақ бізде Render Forest платформасы арқылы не жасауға болады? Кім айтады? Тағы. Иә, айта қойыңыз. Тағы да. Кім толықтырады? Жақсы, отыра қойыңыз. Тағы кім айтады? Аян айта қойыңыз. Дұрыс айтамыз. Логотип жасай алады екенбіз. Жақсы, отыра қойыңыз. Яғни видеороликтер жасай алады екенбіз, одан кейін логотип жасайды екенбіз. Тағы да не істедік сіздермен біз? Презентация жасадық және макап жасадық, сіздермен. Жасаған логотиптарымыз қойдық, футболкаларыңызға, телефонның шихолдарына, ол бізде не екен? Макап, жасады. Жақсы. Келесі сұрақ. Render Forest'те логотип жасау үшін қай бөлім таңдалады? Кім айтады? Тағы кім айтады? Омар айта қойыңыз. Қай бөлім таңдаймыз логотип жасау үшін? Біз Render Forest'те логотип жасау үшін лого бөлімін таңдаймыз. Жақсы, отыра қойыңыз. Дұрыс қоя балалар. Логотип жасаған кезде біз не істедік ең бірінші? Лого бөлімін таңдап, сол бөлімнен өзімізге логотипті таңдадық. Жақсы. Келесі сұрақ. Render Forest'тің басты артықшылығы неде? Кім айтады? Тағы? Айта қойыңыз, Әбілмансұр. Дайын емен, алайда шаблонмен видео презентация жасаймыз. Жақсы. Тағы кім толықтырам дейді? Еркежан айта қойыңыз. Жақсы, дұрыс айтасыз, отыра қойыңыз. Яғни бізде Render Forest'тің басты артықшылығы неде екен? Толықтыратын болсақ, яғни бізде дайын шаблондар беріледі. Солай ғой? Сол шаблондар арқылы біз не істейміз? Логотиптарымызды, жаңағы видео презентацияларымызды осы дайын шаблондар арқылы жасаймыз. Бұл осы платформаның артықшылығына жатады екен. Келесі сұрақ. Логотип жасаудың қадамдарын атаңыз. Кім айтады? Сіздермен бұл тақырыптардың барлығын жасап, сіздермен не істедік? Практика жүзінде практикалық тапсырмалар орындаған болатынбыз. Логотип жасаудың қадамдарын кім айтады? Не істейміз ең бірінші? Самғар айта қойыңыз. Render Forest. Render Forest'te кіреміз, одан жерде бізде лого маркет деген болады. Лого маркет бөліміне кіресің, и сол бөлімде лого деген бөлім болады, сол лого кіріп таңдайласың. Таңдап, яғни өзімізге қажетті нені таңдаймыз? Логотип. Логотип таңдадық, шаблон, сосын ары қарай не істейміз? Олар таңдап, мысалға, ыңғайлы етіп жасаймыз. Одан кейін ең бірінші сіздің неңізді жазамыз? Логотиптің атын дұрыс айтасыздар, дұрыс қой, солай ғой. Ең бірінші жақсы отыра қойыңыз. Яғни логотиптің ең бірінші біз несін жазамыз? Атын жазады екенбіз. Келесі сұрақ. Render Forest офлайн бағдарлама, дұрыс па?
Аха, қол көтереміз, жақсы, Аян айта қойыңыз. Онлайн, дұрыс айтасыз, аха, жақсы. Яғни бізге Render Forest бағдарламасында жұмыс істеу үшін ең бірінші не керек екен? Интернет керек, я? Енді келесі, Logia Maker не үшін қолданылады? Кім айтады? Жақсы, Омар айта қойыңыз. Logia Maker дегенде басында өзіміздің қалаған логомыздың атын жазып, соларға мысалы бейнелерін, солардың қоюға болады. Аха. Түрлерін қалай салуға болады. Жақсы, ең соңында нәтиже не шығады? Қандай нәтиже шығарамыз? Нәтижесі не аламыз? Барлығын жасадық қадамдар бойынша. Не шығады бізде? Дайын не шығады? Мен білемін, алдыңғы сабақта мысалы сіз қандай логотип жасадыңыз өз сабағыңызда? Өз мысалға. Мен өзіме өз бизнесіңіздің логотипі, яғни жеке брендіңіз жасадыңыз. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Келесі сұрақ бізде. Промпт дегеніміз не екен? Самғардан басқа тағы кім айтады? Еркежан айта қойыңыз. Жақсы, толықтырамыз. Тағы кім толықтырады? Айданы. Толықтырамыз. Промпт дегеніміз не екен? Барлығымыз қатысайық. Сіздермен жасадық қой жұмыстарды. Балжан, жауап береміз бе? Промпт дегеніміз не екен? Біз не істедік? Жасанды интеллект құралдарын жасағанда не істедік? Ерасыл не істедік? Промпт арқылы? Аха. Дұрыс айтамыз, яғни промпт дегеніміз команда береміз, команда арқылы тапсырмаларымызды орындатамыз. Жақсы, отыра қойыңыз. Яғни бізде промпт дегеніміз жасанды интеллект құралдарына не істейміз? Өзіміздің керек әрекетімізді, яғни команда беру арқылы. Мысалға жасадық логотип жасағанда. Маған осы Айгерім тәттілері тақырыбында логотип құр. Солай ғой. Бізге не істеді нәтижесінде? Шығарып берді. Дұрыс айтасыздар. Келесі сұрақ бізде. Render Forest'те сайт жасаудың артықшылығы неде? Тағы кім айтады? Барлығымыз қатысамыз, қыздар. Айта қойыңыз. Айданы. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Яғни бұл артықшылығы, мысалға сіздер сайт жасаймыз, толықтыратын болсақ. Сіздер HTML тілінде сайт жасайтын болсақ не істейміз? Код жазамыз, А бұл жерде қандай екен? Дайын шаблондар бар, Дайын шаблондар арқылы тек қана не береміз біз? Команда, дұрыс айтасыз. Команда арқылы біз не істейміз? Нәтижесінде өзімізді қажетті сайтымыз ба, логотип па аламыз. Соңғы сұрақ, Render Forest'те сайт жасау үшін қай бөлім таңдалады? Сайт. Сіздермен біз логотип құрдық, Оны макапқа орналастырдық. Одан кейін не істедік сіздермен? Сайт құрдық. Солай ғой? Өздеріңіздің жеке брендтарыңызды қалыптастырдық. Біреуіңіз айттыңыздар, мен донерный ашам, біреуіңіз киім сататын магазиндер. Жасадық қой сабақта? Сол үшін сайтқа кірген не істейміз? Айта қойыңыз. Дұрыс айтасыз. Веб-сайт бөліміне кіреміз, Жақсы, енді қорытындылайтын болсақ, өткен тақырыпты, яғни бізде не екен? Ең бірінші біз сіздермен логотип құрады екенбіз, Осы сайтта бұл Render Forest қандай бағдарлама екен? Онлайн платформа. Бұл жерде не істедік біз? Яғни логотипіміз құрып алдық, одан кейін сол логотипті қайда орналастырдық? Макапқа, дұрыс айтасыз, макапқа орналастырдық. Одан кейін барып не істедік? Сайтқа, дұрыс айтасыздар. Яғни сайтқа орналастырып сайт жасадық. Солай ғой? Барлықтарын, сіздерге үй тапсырмасы болған, осы жалпы алдыңғы сабақта барлықтарын жұмыстарыңыз, жобаларыңыз көрсеттіңіздер ғой. Сол жалпы Render Forest туралы қайталап, осы туралы оқып, қайталап келу керек болған. Солай ғой? Жақсы. Қайталадық қой, еске түсті ма тақырып, өткен тақырып? Еске түсті, Жақсы. Өткен сабақты қайталасақ, бізде енді біздің сабағымыздың тақырыбына назар аударайық. Бізде тақырыбымыз, жаңа айттық, яғни Animaker бағдарламасында видеороликтер жасау тақырыбы екен. Біздің сабағымыздың тақырыбы Animaker бағдарламасында анимациялық видеороликтер жасау. Сіздерге мен қазір барлықтарыңызға өздеріңізді бағалау парақтарын үлестіріп беремін. Барлығымыз ручкаларымызды аламыз. Ең бірінші компьютерде отырған кезде не істейміз? Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз.
жұмыс эргономикамызды әрқайсымыз өзіміз қалыптастырамыз, иә? Яғни артық заттарды алып тастаймыз, тамақ, я болмаса қандай да кедергі заттардың барлығын алып тастап, тек қана қажет құралдарды ғана қоямыз. Бұл сіздер жұмыс парағын білеміз, иә? Күнделікті сабақта жұмыс парағын, яғни өзін-өзі бағалау парағын сіздер қолданып жүрсіздер. Енді бүгінде дәл солай не істейміз? Қазір сіздермен практикалық тапсырмалар жасаған кезде осы әр жасаған сабақтың соңында практика барысында жасап отырғандарыңызды не істейсіздер? Белгілеп отырасыздар, дұрыс айтасыздар. Енді сіздермен бүгін жаңа тақырыбымыз анимейкер бағдарламасында бейнероликтер жасау. Қазір білеміз, иә? Барлығымыз бері қараймыз. Барлығымыз білеміз, қазіргі кезде бізде жасанды интеллект құралдары күннен күнге дамып келе жатыр, иә? Сіздермен осы сабақ барысында әртүрлі жасанды интеллект құралдарын жасадық. Сіздердің мамандықтарыңыз бағдарламашы, яғни бағдарламамен қамтамасыздандыру болғандықтан, сіздер яғни не сіздер? IT-шниksіздер, болашақ бағдарламашы мамандысыздар. Яғни сіздерге тек қана бір мамандықты емес, меңгеру жеткіліксіз. Қазір қандай заман талабы бізде табысты болашақты көздейді. Яғни әр маман тек қана бір бағытта жұмыс істемей не істеу керек? Өзін дамытып отыру керек. Жан-жақты болу керек. Сол үшін сіздерге программаның өзінде әртүрлі жасанды интеллект құралдарын кірістірген. Қазір қарайтын болсақ қандай? Кез келген TikTok болсын, әлеуметтік желілерді ашамыз, Instagram болсын, не істейді? Жасанды интеллект курсын сатамын, курсын оқытамын дегендер көп, иә? Сол үшін не істейміз? Біз ондай ешқайсысын сатып алмай-ақ, өзіміз сабақ барысында осы жасанды интеллект құралдарын оқып, практика жүзінде дағдыларымызды қалыптастырып, жұмыс жасаймыз, иә? Оның алдында сіздермен өттік біз. Соны айды өттік, солай ғой? Не істедік соны айды? Музыка құрастырдық, иә? Одан кейін не істедік? Логотиптер жасадық. Қай платформада? Render Forest, дұрыс айтасыз. Render Forest платформа жасадық. Потом сіздермен тағы да не істедік? Видеолар, иә? Суреттер бердік, видеолар, сценарий құрып, мультиктер жасадық па? Жасадық. Ол үшін не істедік? Яғни ең бірінші не істедік? Бағана айтпақшы, промпт, дұрыс айтасыз. ChatGPT, Gemini сияқты жасанды интеллект құралдарына ең бірінші не істедік біз? Команда бердік. Солай ғой, команда беру арқылы біз жасанды интеллект құралына қажетті өзімізге керек затты команда арқылы бердік та, нәтижесінде қажетті біз өзімізге керек сурет па, видео ма, презентация ма өзімізге алдық. Жасанды интеллект құралдары ол бізде адамның рөлін алмастыра алмайды. Яғни тек қана не, біз оны көмекші құрал ретінде ғана қолдана алады екенбіз. Иә? Мысалға сіздерге тапсырмалар берілді, жасадық қой. Мысалға әртүрлі тақырыпта біреуіңіз мамандық 10 жылдан кейінгі менің болашақ мамандығым деген тақырыпқа жасадық, иә, сіздермен. Одан кейін мультиктер құрастырдық. Өсиет бағытына құндылықтарды қалыптастыратын видеолар жасадық, иә. Ол кезде қандай жасанды интеллект құралдарын пайдаландық? Дұрыс айтасыз, Pixverse жасадық тағы да. Grok, дұрыс айтасыздар. Осы жасанды интеллект құралдары арқылы біз, яғни тапсырмаларды жасадық. Сол сияқты бүгінгі тақырыбымыз, яғни тағы да осындай жасанды интеллект құралдарының бірі бізде анимейкер бағдарламасы екен. Бұл анимейкер бағдарламасында бізде де дайын шаблондар берілген. Бұның басқа Render Forest екенін салыстыратын болсақ, екеуінің айырмашылығы Render Forest'те де бізде не бар? Дайын шаблондар бар. Солай ғой? Ол жерде біз логотип жасай алады екенбіз, сайт құра аламыз, видео презентациялар жасайды екенбіз. Ал анимейкер бағдарламасында бізде де кез келген дайын шаблон түрлері тұрады. Ол жерде біз өзіміздің жаңағы идеямыз бойынша жоба жасай аламыз. Ол жерде дайын адамдар тұрады, яғни кейіпкерлер. Сол кейіпкерлерді жыбырлатып, яғни анимациялық видео жасай алады екенбіз. Одан кейін оған музыка қоса аламыз тағы да. Одан кейін ол жерде көбінесе бізде бұл анимейкер бағдарламасы бізде көбінесе бағыты, мысалы Render Forest бағдарламасы бізде более сайт, жеке брендті дамытуға арналған болса, анимейкер бағдарламасы бізде ол жаңағы шақыру деп айтамыз ғой, приглашение деп айтамыз, шақыру билеттерін, құттықтау видеоларын жасауға арналған платформа екен. Бұл сіздердің жаңағы бағдарламаларыңыз, жұмыс бағдарламаларыңыз осыдан 3-4 жыл бұрын бекітілгендіктен, қазіргі жаңадан шығып атқан алдыңғы сабақтар өзіміз өткен жасанды интеллект құралдарымен салыстырғанда, бұл жасанды интеллект құралдарының бірнеше кемшіліктері бар. Яғни бұл жерде мысалға біз адамды сөйлететін болсақ, жаңа кейіпкеріміз сөйлететін болсақ, бұл жерде қазақ тілін қабылдамайды екен.
Ал бізде жаңа Grok не істеді? Қазақ тілін қабылдаған болатын. Солай ғой? Render Forest'те логотипті қазақша жазалғанбыз. Ал бұл бізде сіздердің бағдарлама 1-2-3-4 жыл бұрын бекітілген болғандықтан Animaker бағдарламасы қазіргі кезде басқа жасанды интеллект құралдарымен салыстырғанда кемшіліктері бар екен. Түсінікті ғой? Бірақ біз бағдарламадан ауытқып кетпейміз. Тапсырманы жасап, ары қарай сабағымыз дағдымызды қалыптастырады екенбіз. Енді мен сіздерге осы түсіндірген жаңа тақырыпты енді сіздерге өзі қысқа видео қалай жасау жолдарын көрсетейін, е? Ол үшін барлығымыз не істейміз? Сайтқа кіреміз. Ол сайттар бізде animaker.com деп жазамыз. Яғни браузерге кіреміз. Браузерге жазамыз animaker.com деп. animaker.com десек, міне шықты. Бұл Animaker бағдарламасының бізде фиолетовый деп айтамыз, күлгін түстегі иконкасымен жасалынған. Барлығымыз білеміз, кез келген жасанды интеллект құралы болсын, кез келген платформаға кіру үшін ең алдымен біз не істейміз? Дұрыс айтамыз, регистрация, яғни тіркелеміз, я? Қалай тіркелеміз? Сіздер білесіздер? Дұрыс айтасыз, яғни аккаунттарымызбен, Google аккаунтпен тіркелеміз, я? Мысалға біз тіркелеміз. Кодты басамыз. Мен тіркеліп қойғандықтан, бұл мен жұмыс істеп жүргендіктен, бізде бұл тұрады. Менде өз аккаунтым кірді. Яғни қараймыз, бұл бізде платформаның терезесі екен, я? Платформа терезесі. Барлығымыз білеміз, сол жақта бізде орналасқан, не орналасқан? Яғни бізде сол жақта қарайтын болса, сол жақта бізде ең бірінші міне сіздің оң жағында сіздің тіркелген аккаунтыңыз шығып тұрады екен. Осы жерде сіздердің ортасында жұмыс парағы, ал сол жағында құрал саймандар тақтасы. Яғни бұл жерде бізде үйшіктің суретін басақ, яғни ең басты бетке өтеміз. Одан кейін шаблонды басатын болсақ, бізде не ол шаблон деген? Дұрыс айтасыз, дайын шаблондар, я? Өзі құрылған дайын шаблондар. Одан кейін проекті деген бөлімі бар. Проекті деген сіздер жасаған осы жобаларыңыз проекті бөлімінде сақталады. Одан кейін мой эксперт деген, яғни сіздің жасаған проектіңізді ары қарай басқа Instagram парақшасы болсын, соларға экспорттап жібергеніңіз. Одан кейін бізде ары қарай тағы да тұрады. Енді бізге астыңғы бөлімдер керек емес, яғни брендовый комплект деген бар, моя команда, учебники дегендер. Учебники деген бізде обучающий видеосы, яғни түсіндірме видеосы, одан кейін моя команда деген. Егер 3-4 адам жиналып жұмыс жасайтын болсақ, осы жерге қосады екенбіз. Түсінікті ғой? Енді қарап отырсақ, бізде бұл да AI болғандықтан, яғни AI деген жасанды интеллект, жасанды интеллект болғаннан кейін бұл жерде бізде не тұр? Әртүрлі тақырыптар тұр. Бұлны ағылшынша болған кезде, барлықтарыңызда сіздерде ағылшынша шықса, мына жерге кіріп, перевести деп аударып аламыз. Қазақша ма, орысша ма? Бізге ыңғайлы орыс тілі, я? Енді қараймыз, создать с помощью ИИ. Бізде мына жақта ең бірінші анимация жасай алады екенбіз, потом инфографика жасай алады екенбіз. Сонымен қатар бізде бұл жерде тақтамыз бар. Одан кейін бізде бар викториналық сұрақтар бар ғой. Сіздерге тест тапсырмасын жасаймыз. Қазір сіздерге тест тапсырмасы қағаз жүзінде берсе, студенттерге ол уже қызықсыз емес. Қызықсыз, е? Кішкене болса да адамның қызығушылығын тудырмайды. Тек қағазға шарт берсе, ол дәстүрлі оқыту сияқты. Ал егер де осы тест сұрақтарын біз викториналық, видео викторинаға айналдыратын болсақ, ол тартымды студенттің назарын, яғни білімгердің назарын аударады. Солай ғой? Ол үшін не істейді екенбіз? Осы AI Quizz'ді басамыз. Бұл жерде біз, яғни тесттарды видео түрінде сөйлетіп жасай алады екенбіз. Клип түсіруге болады екенбіз. Готовый шаблондар, қандай шаблон бар, осыны изучить етуге болады. Одан кейін өзіміздің проектіміз қорғайды екенбіз. Жасай аламыз. Енді сіздерге қазір мен изучить шаблон деген, яғни дайын шаблондар ретінде көрсетейін, е? Мысалға қараймыз, кірдік. Осы жерде әртүрлі шаблондар бар. Мысалға қарасақ, бұл жерде мультиктар құрастыруға болады дедік, е? Мультик болғанда бізде жаңа шақыру сияқты түсіндірме видеолар жасауға болады екен. Қарап отырсақ, одан кейін бізде бар бұл жерде. Жаңа айттым, бұл бағдарлама көбінесе құттықтау, шақыру билеттерін жасауға көбінесе осы Animaker бағдарламасы келеді екен. Мысалға бір жасын құттықтау деген сияқтылар бар, әртүрлі қарап отырсақ, түрлі шаблондар бар екен. Міне, мысалға сіздердің мамандықтарыңыз бойынша жасайық, мысалға бір шаблон таңдаймыз. Мысалға мына шаблонды таңдайық. Шаблонды таңдаймыз, яғни шаблонға басамыз. Шаблонға басамыз.
Осы жерден бізде не шығады? Міне дайын шаблон беті шығады. Енді қараймыз, сол жақта бізде тұр, стиль. Яғни қандай стильде жасайсыздар? Адамдар, яғни кейіпкерлер тұр. Осы кейіпкерлерді қосуға болады екен. Мысалға, сіздерге мына жерге біз мәтін тұр, осы мәтіннің үстін басатын болсақ, яғни алып тастауға болады. Осы жерге жазуға болады. Мысалға, мына суретті өзгертейік. Бұл жерге бір кейіпкердің суретін қояйық, мысалға. Қайсысын қояйық? Мысалға, бір ұлды қояйық. Осы ұлды кеп мында қоямыз. Яғни бізде не істеді? Кейіпкер келді. Енді не істейміз? Осы кейіпкерді біз қазір сөйлетеміз. Ол үшін действияға барамыз, міне тұр. Действиясын басатын болсақ, не істейді бұл? Не істей алады деген сөз. Яғни действиясы қандай действия? Мысалы, қолын қойып сөйлету керек, Мысалға, немесе бізге сөзіміз сол жақта болғандықтан, сол жаққа қарап тұрған сөзін алайық, қолын алайық. Яғни бізге осылай сөйлеп тұрады қазір. Осыны сөйлетеміз. Мысалға, енді сіздерге мына жаққа жаңа текст беріп тұр, шаблондағы дайын тексттарды өшіреміз да, не істейміз? Өзіміз текст жазады екенбіз. Дұрыс емес болып жатса, Ctrl-Z-ті бассақ, екі рет басқанда бізде толық қара болып белгілену керек. Осыны алып жазайық. Мысалға, менің ағылшынша болып кетті ме? Мысалы, менің болашақ, менің мамандығым деп жазайық, менің мамандығым бағдарламашы, бағдарламашы. Программист дегенде орысша емес, қазақша менің мамандығым бағдарламашы деп жазайық. Осыны не істейміз? Мына жақтан астында эффекті, қандай сөздер, қандай түрде тұрсын. Мысалға, мынаны алайық. Немесе мынаны алайық. Осыны одан кейін, басқаннан кейін, мына жақта бізде өлшемдері бар. Өлшемдерін өзгерте аламыз. Қарап отырамыз, осы бойынша практикалық жұмыстар жасайсыздар. Одан кейін бізде енді келесі бетке өтеміз. Келесі бетке де не істейміз? Тағы да сөз жазу керекпіз, Мысалға, мына жерге жазайық. Сіздің, мысалы, менің мамандығым сұранысқа ие, Сұранысқа ие. Жаңа технологиялармен жұмыс істеуді үйретеді. Істеуді үйренемін деге. Өстіп жазайық. Жаздық. Тағы да не істейміз? Белгілеп аламыз барлығын. Одан кейін астынан керегін қандай көлемде, қандай да болсын жазамыз. Одан кейін мына жерден шрифтін арқылы өзгертеміз. Мысалы, үлкен қойдық. Одан кейін бар, жаңа айттым, фотоларын өзгертуге болады дедік. Мысалға, мына жердегіні өзгертсек болады. Ол үшін қайда барамыз? Мына жаққа барамыз. СМИ деген бар. СМИ дегенге баратын болсақ, бұл жерде әртүрлі суреттер бар. Немесе БГ деп тұрады, яғни бұл жақта фоновый суреттер. Мысалға, біз мынаны таңдайық, яғни артына тұра алады. Қойдық, келесісіне өтейік. Мысалы, мына бетті алып тастайық та, 3 беттік сұрап. 3-ші бетке жазайық. Тағы да бір жазайық. Мен мамандығыммен мақтанамын деп жазайық, мысалы. Мен мамандығыммен мақтанамын. Үстінде керек емес сөздер болады, мысалы, алып тастаймыз, үстінен басып отырып. Одан кейін X сияқты шыққан кезде, бұны яғни өшіруге болады деген сөз. Алып тастадық, Енді, бұған біз не істей аламыз? Осы жазған сөздерімізді шығу переходтарын өзгерте аламыз. Эффектілер арқылы, мысалға, қалай шығады? Астынан ба, үстінен ба деген сияқты. Енді осы нені біз не істей аламыз? Музыка қоса аламыз, Мысалы, музыкалар түрлері бар мына жақта. Одан кейін мультик сияқты приглашение жасайтын болсаңыздар, на батырманы басыңыздар, звуковой эффектілер бар. Потом, мысалы, загрузка арқылы өз музыкаларыңыз кіргізсеңіздер болады. Мысалға, біз мына музыканы таңдайық, Бізге мына жерге қойайық. Музыкамыз таңдағаннан кейін созамыз. Видеомыз қай жерге тұрғанға дейін создық, Енді осыны көрейік.
если бізде орысша шықты, себебі бізде мына жақта мынаны алып тастау керекпіз. Егер показать оригинал дейтін болсақ, мына бізде жасаған видеомыз шығады екен. Мысалға қарап отырсақ, бұндай видеоны жасау үшін бізге қанша көп минут кеткен жоқ, дайын шаблондармен алады екенбіз да. Мысалға музыканы до конца созатын болсақ, соңында нәтижесі қандай болады екен? Яғни бізге кез келген видеоны жасай аламыз, сөйлетуге болады. Немесе осыған не істей аламыз? Мысалы, мен сіздерге қазір уақыттың тез уақыт алмас үшін бір тест түрінде көрсеттім. Сіздер енді практикалық тапсырма барысында осылай өздеріңіз жасай аласыздар. Түсінікті ғой? Бұл бізде, яғни сабағымыз болған. Енді сіздерге осыны мен сіздерге түсіндірдім, жаңа сабақты. Енді осы арқылы не істейміз? Практикалық тапсырма орындаймыз. Қазір мен сіздерге практикалық тапсырманы группаға жіберемін. Сол жерден практикалық тапсырманы орындаймыз. Так, сіздердің мақсаттарыңыз, қазір нелеріңіз, сіздерге тапсырма, осы шаблонға кіру арқылы өздеріңіз бір шақырту видеосын жасаңыздар. Шаблонға кіреміз, ол үшін барлығымыз. Шаблонға кіреміз дағына, осы жерден өздеріңізге ұнаған бір шаблон арқылы. Мысалға қазір кезде келе жатыр, бұйыртса ораза келе жатыр, Рамазан айы. Соған жасасаңыздар болады, құттықтау ретінде, немесе туған күнге құттықтау жасасаңыздар болады, немесе өздеріңіздің бір қандай да бір айтамыз ғой, мерейтой бір қандай да бір мерекелік іс-шараға шақырту ретінде жасаймыз. Ең бірінші жаңа айттық, тіркеу, ең бірінші міндетті түрде біз не істейді екенбіз? Міндетті түрде біз аккаунтпен тіркеледі екенбіз. Аккаунттарыңызбен тіркелеміз. Вот, мына 8 март халықаралық әйелдер күніне арнап құттықтау жасайық. 3 бала 8 наурызға жасаңыздар, 3 бала ораза айына жасаңыздар, 3 бала одан кейін мысалға наурызға жасаңыздар болады. Одан кейін туған күнге шақырту жасаңыздар. Ол үшін біз не істейміз? Шаблоны бөліміне кіреміз. Шаблон бөліміне кіреміз. Осы жерден қарасақ, бізде не бар? Дайын шаблондар бар. Астына қарай түсеміз. Поиск деген бар. Поиск деген батырмасына басып, іздесеңіздер болады. Поиск деген батырмасына бассақ, шаблонды таңдаймыз. Осы жаққа поискқа жазып, мысалға қандай? Сіздерде бір 5 беттен кем болмайтын болсын. Мен сіздерге жаңа тек қана үзінді ретінде, мысал ретінде түсіндіру үшін сіздерге 3 беттік алдым. Сіздерде 5 беттен кем болмасын. 5, 10, 12 беттің арасында жасаймыз. Түсінікті ғой? Егерде сіздерге қандай сөз жазам деп қиналатын болсақ, алдыңғы сабақтағыдай жасанды интеллект ChatGPT-ға немесе Gemini-ға сценарий сұрасақ болады. Ол үшін не істейміз? ChatGPT-ді ашамызда, немесе Gemini-ді ашамызда, Animaker бағдарламасында шақырту, мысалға Рамазан айына шақыртуға, немесе 8 наурызға шақырту жасағанға идея или текст жазып бер деп жазамыз. Но бізде Animaker. Аха. Бақытты болыңыздар. 8 наурыз құтты болсын. Күндеріңіз әрдайым көктемде жайнап тұрсын. Көп біліп, аз уайымдап, армандаған жерлеріңізге жете беріңіздер деп. Денсаулықтың мерекесі бұл каналымызға алғыс айтып, құрмет көрсетеміз деп. Жақсы, рахмет. Аян жіберді. Аян мен Әбілмансұр екеуінікі. Так, келесі бізде. Так, Мұхаммед Омар сіздердікі. Тайгулдар тынышталамыз, тыныштық сақтаймыз. Мына жақта сен не шығып кетіп қоймайды. Қазір 1 минут менен оригиналын қойып қойын, сонда бұл бізде не шығады.
ағамыз ең жақсы аға деймін, және туған күніңізбен құттықтаймыз деп. Жақсы, керемет. Жақсы, музыка қостық, иә, жақсы. Келесі бізде бұл сіздердікі жібергендеріңіз, иә? Мынау или тағы кімдікі? Мынау сіздердікі ғой деймін, иә? Орысшасы кетіп қалған екен. Так, ерке мына сіздікі мына енді ашылады. Менде Еркежан, сіздікі мынау ма еді? Ең соңғыңыз. Мынау ма? Бейбітшілік, молшылық және бақыт. Бірге көңілде уақыт өткізейік. Жақсы. Жақсы. Так, мынау бізде жіберген. Еркежан, сіздікі қайта жібересіз бе? Сіздікі что-то менде ашылмай тұр ма? Мына сізде кімдікі шығып кетіп тұр? Ерке деген сіз ғой, иә, Еркежан? Сіздікі менде Аяндікі сияқты болып шығып кетіп тұр. Қараңызшы. Осындай ма еді сіздікі, Еркежан? Онда осыны көрейік. Так, мен мына жақтан нені переведені показать оригинал. Так, сіздікін көрейік. Құттықтаймын деді. Өмір жолдарыңыз ашық бол, бәр күніңіз шаттыққа толы болсын. Махаббаттерге толы болсын, бақытты болыңыздар. Бақытты болсын, жете беріңіздер. Аян сіздердікі ғой деймін ашылып тұрған, е? Сіздердікі басқа болды ғой, е? Сіздердікін әлі ашыққан жоқпын ба мен? Енді ашам да? Онда Аян. Сіздердікі қайсы Аян деп тұрған? Мынау ғой сіздердікі. Сіздікі әлі, не айттым ғой, скачать етсеңіздер, лучше бізге скачать етпей жаңағы деп немен. Өздеріңіздің анимейкер неге кіріп отырып, скачать еткен бетін емес, кәдімгі екінші беті бар ғой, өздеріңіз отырған. Осы жердегі ссылканы жіберіңіздер. Сонда шығады сіздері. Жақсы балалар, иә, барлықтарыңыз, қалғандарымыз жібереміз, иә, одан кейін. Кім бітті? Жақсы, бүгінгі тақырып бізде осымен практикалық тапсырмамызды аяқтайықта, келесі сіздермен так, менде жақсы, иә, балалар. Онда осы практикалық сабағымызды барлықтарымыз аяқтасақ, тапсырмаларымызды барлығымыз группаға жібердік, иә, қалғандарымызды мен сол жерден группадан тексеретін боламын. Өздеріңіздің алдыларыңызда бағалау парақтарыңыз бар. Сол бағалау парақтарыңызды өздеріңізді белгілеп отырыңыздар, сабақтың соңында жинап аламын. Жақсы, ондай болатын болса, барлығымыз бүгінгі тақырыпты бекіту бөліміне өтейік. Яғни сіздерге барлығымыз қыздар болсақ, кім үлгерді WhatsApp-қа жібереміз, қалғанымыз тақтаға қараймыз. Енді сабақты бекіту бөліміне келдік. Яғни бүгінгі тақырыпты сіздер қаншалықты деңгейде түсінгендеріңізді мен сіздерге ойын арқылы бекіткім келеді. Ол үшін сіздерге қазір мен сәйкестендір, яғни біздер сәйкестендіру бекіту тапсырмасын орындайық. Ол үшін мен қазір сіздерге старт батырмасын басамыз. Сіздерде бұл жерде бүгінгі тақырыпты сәйкестендіру, ақиқат немесе жалған деген бойынша бекітеміз. Бірінші сұрақ,
Анимейкер анимациялық видео жасауға арналған онлайн платформа. Ақиқат, иә? Қазір тексерейік. Егер біз жалған дегенді басатын болсақ, дұрыс болмаса X шығады. Ал егер дұрыс болатын болса, ақиқат. Дұрыс қой? Ақиқат. Келесі сұрақ бізде. Анимация бұл қозғалысы сурет жиынтығы. Дұрыс па? Жалған. Қол көтерейік, иә, онда? Жалған. Жақсы. Келесі. Анимейкерде тек мәтінмен жұмыс істеуге болады. Ерасыл? Жалған. Қазір көреміз. Дұрыс айтамыз, е? Жалған. Бұл жерде анимейкерде тек мәтінмен емес, тағы не істей аламыз? Видеолар, шаблондар арқылы видеолар жасай аламыз. Дұрыс айтасыздар. Келесі. Анимейкер тек компьютерге орнатылған бағдарлама. Балжан, жауап береміз. Анимейкер тек компьютерге орнатылған бағдарлама. Солай ма? Дұрыс емес, е? Дұрыс айтасыз. Жалған. Яғни ол бізде қандай бағдарлама? Бізде платформа, солай ғой? Қандай платформа? Онлайн. Дұрыс айтасыз. Яғни жалған. Дұрыс. Келесі. Анимейкерде дайын шаблондар бар. Солай ма? Айдан айта қойыңыз. Ақиқат. Дұрыс айтамыз. Яғни бізде жаңа жұмыс істедік, е? Дайын шаблондармен жұмыс істедік. Келесі сұрақ. Анимейкер қолдану үшін интернет қажет емес дейді. Айта қойыңыз. Жалған. Тексерейік. Яғни, анимейкер қолдану үшін интернет қажет емес. Жалған, я? Бізге не керек екен? Анимейкерде жұмыс істеу үшін не керек бізге? Интернет міндетті түрде болу керек. Себебі? Онлайн, дұрыс айтасыздар. Яғни, онлайн платформа болғандықтан міндетті түрде бізге интернет желісі қажет екен, я? Келесі. Анимейкер тек логотип жасауға арналған. Абілмансұр, жауап берейік. Неге? Орнынан тұрып жауап берейік. Қандай? Мысалы, не істедік жаңа? Яғни шаблондар арқылы бізде не істей аламыз? Шақыртулар жасай алады екенбіз, видеолар, мультиктар құрастыра аламыз бе екен? Құрастыра аламыз. Тек қана логотип емес. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Яғни бұл анимейкер тек логотип жасауға арналған емес екен, я? Ал логотип жасайтынбыз алдында қандай бағдарлама өттік? Render Forest, дұрыс айтасыз, аха. Яғни бізде бұл жалған. Келесі. Анимейкер бағдарламалау ортасы дейді. Айтылек. Ақиқат па? Бағдарламалау ортасы, я? Кім жауап береді тағы да? Ақиқат дейді. Қате? Неге? Анимейкер бағдарламалау ортасы ма? Жалпы бағдарламалау ортасы дегеніміз не ол? Аха, айта қойыңыз. Мысалға, программалау тілдері сияқты, я? Мысалға, дұрыс айтасыз, бағдарламалау ортасы деген. Аха. Жасаймыз. Яғни бұл не бізде? Жалған, яғни онлайн платформа. Солай ғой? Программалау, бағдарламалау ортасы емес, бізде анимейкер. Бұл бізде не екен? Дұрыс айтасыз. Яғни онлайн платформа екен. Яғни жалған. Келесі. Анимейкерде жасалған видеоны көру мүмкін емес. Жалған, неге? Орнынан тұрып жауап берейік, е? Дұрыс айтамыз. Аха, жақсы, рахмет. Яғни, жаңа өздеріңіз көргендей, жасалған видеоны не істедік? Біз нәтижесін көрдік. Дұрыс айтасыздар. Яғни, бізде бұл жауап ақиқат. Ой, жалған. Көру мүмкін емес, жалған. Бұны біз көре аламыз, е? Келесі, анимейкерде кейіпкерді қозғалысын өзгертуге болады дейді. Балжан. Ақиқат, аха. Яғни, не істедік біз жаңа? Сіз өз жұмысыңызда не істедіңіз? Кейіпкерді не істей алдыңыз? Қозғалта алдыңыз, е? Дұрыс. Кішкене қаттырақ жауап берейік, е? Ақиқат, дұрыс айтасыз. Яғни, осымен ойынымыз аяқталды екен, е? Яғни, бізде не еді бұл? Бекіту сабағы болған, е? Жалпы бүгінгі тақырып түсінікті ме сіздерге? Түсінікті, е? Не істедік? Енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сіздермен сабақты қорытындылайтын болсақ, бізде анимейкер бағдарламасы не екен? Анимейкер бағдарламасы бізде
онлайн платформа екен. Яғни не істей аламыз бұл жерде анимейкерде? Шаблондар арқылы анимациялық видеолар жасайды екенбіз. Тағы да шақырту қағаздарын жасай алады екенбіз. Енді сіздермен алдыңғы осы уақытқа дейін өткен бағдарламаларымыз бар ғой. Render Forest дедік, я? Одан кейін Grok дедік. Солармен салыстырып қарайықшы. Кім салыстыра алады? Мысалға, бүгінгі өткен анимейкермен алдында жасадық қой, Grok, Pixverse жасадық, я? Салыстырып қарай алады. Кім салыстырып дәлелдеп бере алады? Аха, самғар айта қойыңыз. Аха. Ол сайттарда, мысалы, персонаждар сен өзің создать ету керек болған, яғни Gemini, ChatGPT. Аха. Ал бұл платформада персонаждар дайын тұрады, сен жіле ғана таңдай саласың, шаблон. Дұрыс айтасыз, жақсы. Тағы да кім айтады? Яғни не екен бізде? Бұл жерде анимейкерде бізде дайын кейіпкерлеріміз қандай? Дайын тұр, солай ғой? Біз оларды не істедік? Таңдадық, одан кейін қозғалысқа келтірдік. Ең бірінші бұл бағдарламада жұмыс істеу үшін жұмыс бастауды неден бастаймыз? Жұмыс істеу үшін не істейді екенбіз? Ең бірінші, дұрыс айтасыз, Аян. Яғни аккаунтқа кіреміз, браузерге жазамыз, аккаунтқа тіркелеміз, одан кейін не істейді екенбіз? Шаблон таңдаймыз. Өзімізге қандай видео жасаймыз ба? Шаблон таңдайды екенбіз. Тек қана бізде видеолар ғана жасаймыз бекен, тағы не істеуге болады дедік жаңа? Анимация, тағы да не дедік? Инфографика дедік, солай ғой? Видео сұрақтар, яғни видео викторина жасауға болады, солай ғой? Жақсы. Яғни бүгін біз сіздермен сабақта анимейкер бағдарламасында видеороликтер жасауды үйрендік, солай ғой? Сіздер жақсы жұмыс атқардыңыздар. Барлықтарыңыз өздеріңіздің мүмкіндіктеріңіз пайдаланып, өздеріңіздің дағдыларыңызды дамытты деген ойдамын. Енді сіздермен бүгінгі сабақты қорытындылай келе, анимейкер бағдарламасы бізде онлайн платформасы екен, солай ғой? Жасанды интеллект құралдарының біріне жатады, солай ғой? Себебі біз бұнда не істедік? Командалар беру арқылы, немесе жаңағы дайын шаблондар қолдану арқылы біз видеоны жасадық. Яғни бұл бізде не екен? Көмекші құрал ретінде де қолдана аламыз, солай ғой? Түсінікті. Енді сіздерге бүгінгі сабақ бойынша бағалау, әрқайсыларыңыз өздеріңізді бағаладыңыздар ғой? Бағалау парақтарыңызға өздеріңіздің бүгінгі жасаған жұмыстарыңызды қандай деңгейде екен, міндетті түрде аты жөндеріңізді жазамыз, бағалау парақтарда өздеріңізді белгілейміз. Бүгін жалпы сабақ көңілдеріңізден шықты ма? Ұнады ма? Ұнады. Енді онда кері байланыс береміз. Ол үшін кері байланыс беру үшін мен сіздерге қазір QR код шығарамын. Бізде бұл тақырыпқа, тек қана бізде бұл тақырыпқа бір тақырып арналған, бұлардың барлығын сіздер білу керексіздер. Бұл платформаларда жұмыс істей алу керексіздер. Енді сіздерде бүгінгі сабаққа кері байланыс бойынша, яғни QR код тұр. QR кодты барлығымыз сканерлейік, сабақ аяқталып қалды, сабақты. Барлығымыз кірдік па QR кодқа? Кірдік, я? Одан кейін енді жазамыз. Бүгінгі сабақ сізге қандай әсер қалдырды? Жауап береміз. Лайк баспаймыз, жауап жазсаңыздар болады. Қандай әсер қалдырды? Жауап түрінде жазсаңыздар болады. Қандай әсер қалдырды? Сіздің өз ойыңдаларыңыз жазыңыз. Может, сізге ұнаған жоқ шығар. Может, сізге әлі де керемет әсер алдыңыз ба? Жоқ, әлде ұнады ма, ұнамады ма? Жазамыз. Барлығымыз жасадық па? Келесіге өте берейін ба? Барлығымыз жауап бердік па? Ұнады, барлықтарыңызға. Келесі. Яғни, сабақ қандай әсер қалдырды? Сабақ өте қызықты өтті, сабағыңыз керемет өтті, сабақ түсінікті болды, керемет, күшті, жақсы. Сабақ ұнады, өте жақсы әсер қалдырды. Сабақ қызықты, пайдалы деді. Рахмет пікірлеріңізге. Сіздерге бір пайдалы сабақ болды деген үміттеміз, Жақсы дейді. Рахмет барлықтарыңызға, пікірлеріңізге. Келесі, анимейкер бағдарламасын қолдану қаншалықты сіздерге түсінікті болды? Қаншалықты деңгейде түсіндіңіздер сабақты?
түсінікті болды, қиын болды, 5 шкала бойынша белгілейміз. Түсінікті болды ма, қиын болды ма, қандай болды? 1-ден 5-ке дейін белгілейміз. 5 деген өте түсінікті болды, 4 деген түсіндім дегендей. Лайктарыңызға рахмет. Жасыл деген түсінікті. Мыналар жоқ, барлығында не бөлімге бөлінгенде шкала бойынша деп қасы шығу керек. Ой, шықпай алды ма? Түсінікті болды деген. Келесі. Сіздерде мына жақта барлық тұр ғой, біріншіде қызылға болып тұрған, 3 бағаналарға бөлініп тұрған. Барлықтарыңыз қалай жауап берді? Түсініксіз болғандар бар ма сабақта бүгін сіздерге? Түсінікті, иә? Онда қызыл, бізде ол ана жақта берілген кезде мен неттім ғой деймін. Түсінікті болды, қызыл 2-де 4 дейді. Кім жасады? Кімге түсініксіз? Түсініксіз болғандарыңыз бар ма? Сіз ба? Сіз шатсыз оны. Білімгерлер, студенттер, сіздерге түсінікті ма жалпы сабақ? Егер де түсініксіз, қандай да бір жерлер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұраңыздар. Түсіндіріп айтып беремін. Түсінікті ма жалпы бүгінгі сабақ сіздерге? Түсіне алдық па? Жақсы. Онда келесі, бүгінгі сабақта сізге ең пайдалы болған нәрсе не? Не? Асықпай ойланып жауап берсеңіздер болады. Ең пайдалы нәрсе не болды сіздерге бүгінгі тақырыпта, бүгінгі сабақта? Пайдалы өзіңіз үшін қандай білім, қандай идея, немесе не алдыңыз бүгінгі сабақтан сіз? Бүгінгі сабақта сізге ең пайдалы болған нәрсе. Шаблондармен жұмыс жасау дейді. Шаблон арқылы көп мүмкіндікті таба алдым дейді. Рахмет. Шаблондармен жұмыс істеп үйрендім және анимация жасауды үйрендім дейді. Жақсы. Оңай, тиімді бағдарлама туралы білдім дейді. Жақсы. Тегін және пайдалы шаблондарды қолдануға болатынын білдім. Уақытты үнемдейді. Жақсы. Тағы да. Қалғандарымыз 6 бала ғана жауап берді. Қалғанымыз тез барлығымыз бүгінгі сабақты бағалайық. Барлығымыз жауап бердік па? Ұлдар, қыздар, дұрыстап тез атсалысайық, е? Оңай және күшті сайт екен дейді. Жақсы. Яғни бұл сіздердің кері байланыстарыңыз, бүгінгі сабаққа деген кері байланыстарыңыз. Осы платформада ауылы құттықтау сөздерін анимация арқылы жолдауға болады дейді. Арқылы құттықтау сөздерін анимация арқылы жолдауға болады. Лайк басып атыр екен. Яғни ұнады деген лайктарыңыз. Жақсы. Келесі сабақта нені көбірек білгілеріңіз келеді? Келесі сабақта нені көбірек білгілеріңіз келеді? Нені үйренгілеріңіз келеді? Сіздердің ұсыныстарыңыз, не білгім келеді? Не білдім, не үйрендім, енді не білгім келеді деген. Не үйренгілеріңіз келеді келесі сабақта? Бар заттың бәрін дейді. Жақсы. Яғни қандай сол платформаның барлық мүмкіндіктері дегілеріңізге келген шығар, мен солай түсіндім. Бар затты деген, Қандай мүмкіндігі бар барлық? Арқылы анимация жасауды жетілдіру. Жақсы. Ұсыныстарыңыз қабылданады. Тағы да. Басқа да қызықты платформа болса, толығымен үйренсем деп едім. Жақсы. Келесі сабаққа бұдан да жақсы қызықты платформа. Бізде келесі сабақ Canva арқылы. Canvаны барлықтарыңыз білесіздер, жұмыс жасап. Енді оның сіздер білмейтін тұстарын келесі сабақта үйрететін боламын. Жақсы ұсыныстарыңыз. Жасанды интеллект арқылы реклама жасау. Сіздермен жасадық емес па реклама? Онда кім бұл жазған? Кім жазды жасанды интеллект арқылы реклама жасау? Сіз, сол кезде сабақта болмадыңыз, Жақсы. Справка бар ғой ол күндеріңізде? Жақсы. Жасанды интеллекттің барлығын білгім келеді. Жақсы ұсыныстарыңызды қабылдаймын. Көптеген қызықты видеолар жасауды үйрену. Жиі және шаблонмен көп және толық үйренгім келеді дейді. Жақсы. Тағы да. Қалғандарымыз, ұлдар, қыздар,
Нені үйренгілеріңіз келеді сабақта сіздер? Тағы да қандай болса деп ойлайсыздар? Сіздер сабақтың қалай өткен, осы ойын арқылы өткен қалайсыздар ма? Жоқ әлде сіздермен осығанға дейін біз әртүрлі логотиптер, жеке брендтеріңіз, бизнес идеяларыңызды қарастырдық, алдыңғы сабақтарда. Оның алдында анимациялық видеолар, мультиктер құрастырдық. Бүгінгі сабақта енді шақыртуды үйрендік. Тағы да енді не үйренгілеріңіз келеді? Сабақтың форматын, өту форматын қалай қабылдайсыздар? Қандай деп ойлайсыздар? Викторина ретінде өтсе дейді. Жақсы, көп нәрсе дейді. Жақсы, олай болса барлықтарыңыз жауап берді деген ойдамын. Жақсы, бүгінгі кері байланыс білдіргендеріңізге көп рахмет. Бірінші бетін қосып қояйын, Онда бүгінгі барлықтарыңызға кері байланыс бергендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Ұсыныстарыңызды қабыл алдым. Бүгінгі сабақ кері байланыстарыңыз бойынша ойлаймын барлықтарыңызға түсінікті болды ғой деймін, түсінген. Егер де түсінбегендеріңіз болса, жаңа жазар едіңіздер. Енді сіздерге үйге бағалау парақтарыңызды жинап алайын. Бағалау нелеріңізді, менде бүгін Платон жүйесі жұмыс істемей тұрғандықтан барлықтарыңызды бағалап, анимация бүгін барлықтарыңыз өте жақсы жұмыс істедіңіздер, өте жақсы атсалыстыңыздар. Бағалау парақтарын мен қазір жинап алайын. Үйге тапсырма сіздерге менің мамандығым деген тақырыпта осындай жоба. Немесе біздің колледжға қатысты. Колледжға сіздерді біздің Талдықорған политехникалық колледжі инновациялық білім ордасы деп ойлайсыздар ма? Өздеріңіздің тақырыптарыңызда, еркін тақырыпта, яғни колледжге қатысты оқуға шақыру деген. Басқа да білімгерлерді біздің колледжға шақыру, сонда шақырту қағаз сияқты видео презентация жасап келесіздер үйге. Түсінікті ғой үй тапсырма сіздерге. Осы анимейкер бағдарламасында. Анимейкер бағдарламасында менің болашақ мамандығым, одан кейін немесе біздің колледжға оқуға шақырамыз, жас достар деп. Сондай тақырыптарда өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша видео шақырту жасап келу. Түсінікті ғой барлықтарыңызға. Жақсы. Бізде Айдана тапсырмаларға жауап беріңіз. Так, бағалау парақтарыңызды жинап алайын, Осы жерден бағаларыңызды. Так, қыздар, уақыт болды. Хорошо, жақсы. Үй тапсырмасы түсінікті. Барлықтарыңыз бүгін керемет жақсы қатыстыңыздар сабаққа. Рахмет, белсенді қатыстық, белсенді отырдық, Түсінбегендеріңіз болмады, барлығымыз түсінікті, Жақсы. Бағаларыңызды жақсы барлықтарыңызға жақсы баға қоямын. Жұмыстарыңыз бойынша кім жібермеді, бағана WhatsApp-қа жібере салыңыздар. Жақсы, осымен сабақ аяқталды. Рахмет.